Маңғыстаулық жастар президент жолдауын талқылап өз ойларымен бөлісті. Шараға қаладағы колледж студенттері қатысты. Елдің ертеңгі тірегі жуырдағы президент жолдауын талқылап, көңілден шыққан тұстарын айтуға жиналған. Жолдауда Қасым-Жомарт Тоқаев жастарға жан-жақты қолдау көрсету мемлекетіміздің басты міндетінің бірі. Келесі жылы 100 мың жасқа жұмыс беруіміз керек. Ал жас кәсіпкердің бастамаларына қолдау көрсетіп, жеңілдетілген тәртіппен жылдық өсімі 2,5% болатын шағын несие беріледі деді. Президентіміздің кешегі жолдауы, ол енді біздің жастарға әсіресе үлкен талпыныс беріп, біздерге болашағымызға нық қадам басуға үлкен үміт сыйлады. Енді бұның ішінде атап айтып кетсек, мен өзім құрылыс саласы болғандықтан, құрылыс саласындағы мына жаңа кодекс, осыны жаңа кодексті жасақтау, осы тақырып маған өте қатты ұнады. Біздің мемлекетімізде құрылыс сәулет саласында енді 2,5 мыңнан астам құжаттар бар, соның бәрі ескіріп қалған деп президентіміз атап өтті. Және де енді жастарға келетін болсақ, жастарға үлкен қолдау, мына стартапер бизнес, жаңа кіші шағын және орта бизнесті қолдау әлі де жалғасатынын айтты. Бүгін талқылауда отырғаны ол президенттің өзінің жаңағы сайлану мәселесі. Оның бір мезгілге өзгергені, оның сайлану тәртібі және 7 жылға созылып, бұл не береді жалпы? Бұл қоғамдағы тұрақтылықты береді. Біріншіден жаңағы айтқан бір адамның жаңағы қолына, барлық биліктің шоғырланбауына мүмкіндік жасауға шектеу қояды. Себебі президенттің өзі жаңағы сайлаулардың өзін жаңағы өткізгенде келесі сайлаудан өту үшін соған бағытталған жұмыстарды басымдыққа қояды. Қазіргі таңда енді бір мына парламентпен ол бекітіліп, мәжіліспен ары қарай шығатын болса, бұл өте орынды, өте дер кезінде жаңағы жоспарланып отырған шешім.